Баршаңызға сәлем, Гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода тағы да сол зиянкестер туралы болады. Гүлдерге түрлі зиянкестер жұққанда, олар сол топырақта тіршілік етіп жатқанда, оны қалай кетіруге болады және қандай препарат пайдалансаңыздар болады. Жұқпас үшін дәл осы препаратты алдын алу үшін пайдаланса да болады. Тіптен сол зиянкес сол жерде тіршілік етіп жатқан кезде оны жою үшін пайдалануға өте тиімді, өте пайдалы препарат. Бұл препарат химиялық препарат, әрине. Қалай пайдаланамыз, қалай жасаймыз, барлығын осы видеода айтамын. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Каналда көптеген пайдалы видеолар бар, ашып көрсеңіздер болады. Тіптен таратсаңыздар да болады. Гүлдерге зиянкестер түрлі жағдайдан шығады және түрлі әдістермен келеді олар. Мысалы үшін, суды дұрыс құймасаңыз да сіздің гүліңізге зиянкестер келеді. Түрлі біз органикалық тыңайтқыштар құямыз ғой, қолдан үйде жасап, сол тыңайтқышты да сіз орныменен өзінің дозасын, нормасымен пайдаланбасаңыз, ол кезде де сіздің гүліңізге зиянкес келеді. Тіптен мынандай түрлі ауруларға да жолығады. Мысалы, менің каналымда түрлі органикалық тыңайтқыштар бар, бананнан жасалған, күріштің суы дейміз, сарымсақтан, пияздың қабығынан, дрожждан, барлық тыңайтқышты сіз өзінің орнымен, мақұл ол химиялық тыңайтқыш болса да, сіз кәдімгі гүл сататын магазиннен сатып алдым, міне мен осы тыңайтқыш ешқандай жерге келмейді деген не жоқ. Ондай әңгіме жоқ. Сіз нормамен пайдаланбасаңыз, осындай болып көгереді, тіптен топырағыңыз да көгеріп кетуі мүмкін, плесень басып. Ол үшін не істейсіздер? Ол үшін сол тыңайтқышты өзінің сол, мысалы, мен видеомда қалай айтылған, дәл солай пайдаланасыздар. Әр горшокқа 100 грамм, жаңағыдай 200 граммнан ғана құясыздар. Шылқылдатып құясыз, міне осындай ауруға пайда тап боласыз. Гүлге зиян келтіресіз, өзінің осы нормамен пайдаланыңыз деп айтам ғой мен. Сол нормамен пайдаланыңыз. Зиян келеді, міне осындай зиян келеді. Топырағы көгереді, гүл ауырады, топырақтың құрамы құртылады. Және де осы жерге сасиды, сасығаннан кейін ол жерде ұзақ су тұрғандықтан, жаңағы тыңайтқыш сол жерде ұзақ тұрып қалғандықтан, ол жерге шыбын шіркей пайда болады. Топыраққа да түрлі заттар тіршілік жасай бастайды. Осы түрлі плесень, түрлі сол ылғалдықтың, жаңағы влажностьтің арқасында. Енді басқа зиянкестер қаяқтан келеді? Далаға біз көктемде гүлдерді далаға шығарамыз, күзде кіргіземіз. Сол кезде олар жаздай далада тұрған кезде, даладағы бүкіл зиянкестер, ол сен үйден шыққан гүл, даладағы гүл деген қарамайды, олар жей береді бәрін. Соны үйге кіргізер кезде біз прямой бүйтіп кіргізе салуға болмайды. Оны бірінші обработка жасап алу керек. Жапырақтарын полный жоғарғы жағын, одан кейін топырақтың беткі жағын 2-3 сантиметр алып тастау керек та, оған бетіне таза, жақсы жаңа топырақ сеуі керек. Не болмаса, жаңағы түрлі препараттар сеуіп, сол топырақтағы зиянкестердің кеткеніне көз жеткізу керек. Зиянкес болмаса, жаңағы алдын алу мақсатында дәл осындай препараттарды топыраққа сеуіп, беткі жағына даққа ғана қасықпен, не болмаса бір ағашпен қозғап топырақтың бетін қопсытып араластырып қойсаңыз болады. Сол кезде ол как профилактика жүреді, сіздің гүліңізге ешқандай зиянкес жоламайды. Егер де сіздер химиялық препараттан қорқам дейтін болсаңыз, кәдімгі чесноктың ұнтақталған приправасы болады магазиндерде. Сол ұнтақталған приправаны да дәл солай пайдалансаңыз болады. Топырақтың беткі жағына шашып қоясыз. Шай қасықты толтырмай шашасыз. Содан топыраққа араластырып қоясыз. Шөлдеген кезде су құясыз. Ол өзінің әсерін, витаминін гүлге беріп, өзінің жаңағы чесноктың иісін, зиянкестерге қарсы өзінің эфирный майлары бар, солардың иісін шығарып, осындай зиянкестерді гүлге жолатпай тұрады. Және біздің гүлдерге қаяқтан тағы зиянкес келеді. Біз мысалы далаға шығармаймын гүлім дейді кейбіреулер. Мысалы мен өзім көбінше шығара бермеймін далаға жаздың күндері. Менікі постоянно үйде тұрады. Бірақ менің гүлдеріме
маған гүлімді емдеп беріңізші деп әкелетін кісілерден кейде зиянкес жұғады мағанда. Не болмаса жаздың күндері біз есік терезені ашамыз, үйдің ысып кетуі мақсатында, иә. Сол кезде де сіздің терезеңізде москитный сетка болсын, басқа болсын, ол бәрібір сол үйге кіреді. Кәдімгі шыбында кіреді ғой, сол секілді олар да кіреді. Содан осы гүлге тіршілік жасай бастайды. Осындай жолмен жұғады. Одан кейін жаңа кешегі видеоларда айтып өттім. Сіз пересадка жасаған кезде дұрыс емес топырақ болатын болса, егер оның ішінде түрлі осындай зиянкес болатын болса, ол да сол гүлге жұғады. Сөйтіп сол топырақта тіршілік жасап, сіздің гүліңізді жаймендеп жей береді. Кеше менің бір көрерменім жазыпты, менің гүлім зиянкес көбейіп кеткен, жаңағы жапырағы түсіп жатыр, не істеймін деп. Мен сізге қанша рет жазып жатырмын, сіз жауап бермейсіз дейді. Мен жауап беріп жатырмын, білмеймін, бірақ неге екенін ответ сіздерге бармайды. Міне осындай түрлі препараттарды пайдалансаңыз болады сізде. Дәл осы препаратты алыңыз. Бұл гүл сататын жерлерде сатылады деп айта алмаймын, бірақ жаңағыдай органикалық заттар болады ғой, мысалы огородқа арналған, бау-бақшаларға арналған дәрі-дәрмек сататын магазиндер бар. Тіптен гүл сататын магазиндерде де болуы мүмкін. Бірақ мен өзім кездестірген жоқпын. Осының кәдімгі ұнтақ болады бұл. Сол аласыз, бір чайный ложканы аласыз да, гүліңіздің топырағына себесіз. Беткі жағына сеуіп қоясыз. Өзінің иісі бар. Гүлге ешқандай зияны жоқ, бір чайный ложка. Одан көп болмасын. Жақсылап бір айналасына әдемілеп топырақтың бетіне сеуіп қоясыз. Бір тегіс қып себесіз. Сөйтіп гүл шөлдеген кезде кәдімгі гүлді қалай суғарасыз өзіңіз, дәл солай суғара бересіз. Одан кейін келесі жолы, бұл пайдаланудың жолы, 1 литр жылы суды аласыз. Тұндырылған су болу керек. Осы препараттан 1 чайный ложка саласыз. Жақсылап араластырасыз. Араласқаннан кейін 10-15 минут қойып қоясыз оны. 10-15 минуттан кейін қайтадан оны араластырасыз. Себебі мынаның ішіндегі жаңағы ұнтақ жақсылап еріп суға тарау керек. Тарап болғаннан кейін 15 минуттан кейін тағы да қайтадан араластырып жібересіз, гүлдеріңізге құйып шығасыз топырағына. Топырақтағы зиянкестерді жояды. Енді мысалы сіз бір құйдыңыз, оның әсері сіздің топырағыңызда 1 айға шейін тұрады. Жаңағы топырақтың бетіне ұнтақ ретінде септік қой, ол да сол 1 айға шейін сол әсер беріп тұрады. Сіздің гүліңізге ешқандай зиянкесті жақындатпайды. Және егер де сол жерде тіршілік етіп жатқан, топырақта тіршілік етіп жатқан зиянкес болса, олардың барлығын жояды. Тұқымды жойғаннан кейін жоғарғы жақтағылары олар ұзақ өмір сүре алмайды, ұшып жүргендер. Егер де басқа жаққа барып, тағы да басқа гүлдің топырағына барып, жаңағы жұмыртқалап көбейіп кетпесе, ол сол топыраққа қайтып келмейді. Себебі жаңағы химикатты біз сеуіп қойдық, Енді бүгінгі видео пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар.